Құрметті ұстаздар, адам өмірінде спорттың алар орны айрықша. Спорт тек дене қимылы емес, ол денсаулықтың тұғыры, мінездің мектебі, жігердің жалауы. Сондықтан оқушыларды спортқа баулу бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі. Спортпен тұрақты шұғылданған баланың денесі шымыр, ойы сергек болады. Оның сабаққа деген зейіні артып, есте сақтау қабілеті күшейеді. Өз басым күн сайын тән сәріден тұрып дене жаттығуын жасауды өмірлік дағдыма айналдырдым. Таңертең 30 минут сағат 6-дан 6:30-ға дейін осындай жаттығулар жасасаң, күні бойы сергек жүресің. Сергек жүрген адамның көңілі өте тамаша, жақсы болады. Ұстазға қажет нәрсе. Сіз өзіңіз 5-6 сыныпта сабақ беріп көрдіңіз бе? Балалар кішкене тентектеу болады сабақ барысында. Ал сенің көңіл күйің жақсы болса, балаларға ешқашан да дауыс көтермейсің. Балалардың зейін ұстап отыруға тырысасың. Сонда негізі балалар айтады, негізі маған оқушыларым әрдайым көңіл жүресің дейді. Шынымен де осындай бір көңіл күйде позитивте жүрсем, білім сапасына да ол өте оны әсер етеді. Ұстаз оны жақсы білу керек. Мен міне күнде 30 минут жаттығу жасаймын. Сонымен сабақ барысында 6 сабақ ешқашан да отырмаймын. Орындарымда бір балаға беріп тастаймын. Сол бала көшбасшы болады сабақ барысында. Мен сонда 6 сабақ шыркөбелек айранып, тақтаның алдында әр мектептің әр оқушының жанында көмек жасап жүретін сондай бір керемет жақсы әдетім бар. Ол біріншіден спорт, екіншіден денсаулық, үшіншіден ол балаларға деген үлкен жақсы бір әсері бар деп ойлаймын. Шәкірттерімді де салауатты өмір салтына үндеп келемін. Сабақ барысында нейрожаттығулар орындатамын. Бұл тәсіл оқушылардың ойлау белсенділігін арттырып, шаршауын сейілтіп, оқу үдерісіне деген қызығушылығын күшейтетінін тәжірибе дәлелдеп отыр. Қызығушылығын күшейтеді. Менің спортқа жақындығым бала күнімнен бастау алады. Ауылда өскен әр бала секілді мықтылардың алдында өзінді дәлелдеу біз үшін үлкен мектеп болды. Сол орта мені шындап, жігерімді арта түсті. Қазақша күреске, самбоға, боксқа ерекше ықыласым ауды. Нұрлан Жұмағазұлы менің шәкірт болып келеді. Семей облысы Көкбұлақ ауданы Қаранөл ауылында туған, бала кезден білімге деген құштарлығы, спортқа деген құштарлығы мықты болатын. Хоккей ойнайтын, баскетбол ойнайтын, күреске келді маған. Неше жыл бірге күресіп, жаттығу жасап, Қаранөл ауылымызда үлкен спорт зал салдық, күресетін зал. Соның ортасында жүгірілерді. Балалардың капитаны болды. Қай жерге қатыспаса да, ылғи нәтиже көрсетіп, биіктен көрініп жүрді. Облыс чемпионы болды, ауданда чемпион болды. Қарсылан ағамыздың 100 жылдық мерейтойына арналған республикалық байқау өтіп жатыр екен. Осы байқауға Нұрлан ағамыз қатысып жатыр. Ағамызға тоқталсақ, Көкпекті ауданы Қарағанды ауылдың орта мектебінде оқыды. Ауылымыздағы самбо күрес үйірмесіне бірге қатыстық. Үйірмеде капитан команда болды, жаттығуларды өзі жүргізетін, үйренген әдіс тәсілдерді бізге үйретеді. Самбо күресінің жетістіктерге жетіп қана қоймай, білімде де озат болды. Осы республикалық байқауға Нұрлан ағамызға үлкен сәттілік тілейміз. Қазір де сол дәстүрден жаңылмай, бір апта қазақша күреске, бір апта боксқа қатысып, тұрақты түрде жаттығып келемін. Қазақстанның барыс атанған балуандарын құрметтеймін, әрі оларды ерекше сыйлаймын. Өйткені нағыз спортшы тек күш иесі емес, ол мәдениетті, кішіпейіл, рухы биік тұлға. Әулетіміз үшін зор мақтаныш, әкемнің туған ағасының немересі Берекет Мейіржанның қазақша күрестен көшпенділер ойында 1-ші орын және әлем чемпион атануы біздің әулетіміздің мерейін өсірген үлкен жетістік болды.
ақ найзаға сүйеніп қалғыдың қазақ, атай қазақ үйсінім арғыным қазақ, жалғызым қазақ, жалғызым қазақ. Отан деген кеуденде жалғызым қазақ, сан өткірдің басыңнан зарлы күн азап, жалғызым қазақ, ай 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 жалғызым қазақ.